қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада бұл суреттерден мерекелік көңіл-күйді байқауға болады. Отбасы мүшелері жиналып, қонақ күтуге дайындалып жатқандай. Сол себепті бүгінгі сабағымыз қонақ күтумен тікелей байланысты деп ойлаймын. Екіншісі тапсырмада. Бұл өлең жолдарында сырттан келген қонақты күтіп алып, алғашқы болып сәлемдесіп, атынан түскізіп, үйге кіргізу, қонағын төрге шығарып, ас беріп, тамақтандыруды қонақжайлылықтың белгілері етіп көрсеткен деп орындауларыңызға болады. Ал үшінші тапсырмада түсіңіз, есік ашып, құп алсаң қолыңда, бұлардың барлығы кейінді ықпал болып табылады. Мейман деген сөзді жазған кезде мейман, ал айтқан кезде мейман. Қызмет, қызымет, құрмет, құрымет. Бұл сөздердің жазылуы мен айтылуында ерекшеліктер бар. Яғни орфоэпиялық және орфографиялық ережелерге бағынып тұр. Орфоэпия дегеніміз айтамын, графия дегеніміз жазамын деген мағынаны білдіреді. Ал төртінші тапсырмада Қадыр Мырза Әлінің қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру өлеңінде қазақтарды меймандос, жомарт, қолы ашық, қонағына барын беретін халық, пейілі кең, дастарханы бір жиналмайтын халық деп сипаттайды. Ал бесінші тапсырмада төрге шығару, құс жастық, сыйлау, сыйлық беру, жоғары шығу, амандасу, қоштасу, хал жағдай сұрасу, құрмет көрсету. Осы сөздерді байланыстырып, қазір мәтіндер құрастыратын боламыз. Қазақ халқы келген қонағын сыйлап, төрге шығаратын болған. Амандық саулық сұрасып, төрден орын беріп, қонақтың жайлы отыруы үшін құс жастық ұсынатын болған. Бұл әрекеттің барлығынан қазақ халқының келген қонағына құрмет көрсетіп, күтіп алатындығын байқаймыз. Келген қонағына ілтипат көрсетіп, сый-сияпатын беріп, қоштасуларының да өзіндік маңызы бар іс-әрекет деп танимын. Қазақ халқындағы қонақжайлылық халқымыздың кең пейілі мен мейірімділігін танытатын асыл қасиет деп сөзімді қорытындылаймын деп бесінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал келесі алтыншы тапсырмада пікір: қазақ халқы қонақ күтуді үлкен құрмет пен адамгершіліктің белгісі деп санайды. Дәлел: өйткені қонақ келсе, үй иесі дастарханын жайып барымен бөліседі. Мысалы, алыстан келген жолаушыға тамақ беріп, тынықтырып жіберу ежелден қалыптасқан салт. Қорытынды: сондықтан қонақжайлылық дәстүрі халқымыздың кең пейілін, мейірімділігін танытатын асыл қасиет. Жетінші тапсырмада қонақ келсе, құт келер. Мағынасы: үйге қонақ келсе, ырыс пен қуаныш бірге келеді деп есептеген. Қонақ аз отырып, көп сынайды. Мағынасы: қонақ аз уақыт ішінде үй иесінің тәрбиесін, қонақжайлылығын байқап бағалайды. Үшінші: қонақ келсе ет пісер, ет піспесе бет пісер. Қонақты құр қайтаруға болмайды. Ең болмаса жылы сөз, жақсы ықылас білдіру қажет деп жетінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Келесі қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Пікір білдіріп, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар.